Протон М зымыран тасығышының 17 қыркүйекке белгіленген ұшырылымы кейінге шегеріледі. Бұл туралы бүгін Қоршаған ортаны қорғау министрлігінде ғарыш айлағында апат салдарын тексеретін комиссияның арнайы отырысында хабарланды. Роскосмос жетекшісінің орынбасары Сергей Савельевтің айтуынша, Ресей 2013 жылдың соңына дейін 5 Протон М зымыран тасығышын ұшыруды жоспарлаған. Осыған орай еліміздің Қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Қаппаров зымыран тасығыш құлаған аумақты залалсыздандыру ісі аяқталмайынша ракета ұшыруды тоқтата тұру керектігін айтты. Сондай-ақ министр алдағы уақытта ұшырылатын зымырандарды мұқият түрде алдын ала тексерістен өткізу керектігін қадап айтты. Казахстанской стороны позиция не изменилась. Протон зымыранын ұшыру мерзімін шегертулеріңізді сұраймыз. Сондай-ақ бұндай апат алдағы уақытта қайталанбайды деген ойдамыз. Мы воспринимаем вашу позицию. Сіздердің алаңдаушылықтарыңызды түсініп отырмыз. Орын алған апат үшін кешірім өтінеміз. Мен елге оралысымен талаптарыңызды Роскосмостың басшылығына лезде жеткіземін. Естеріңізге сала кетейік, 2 шілдеде ресейлік Протон М зымыран тасығышы Байқоңырда апатқа ұшырап, қазақ топырағына 500 тоннадан асатын улы зат төгілген.